Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сиырдың бақайынан холодец жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде бақайлардың барлығын жуып тазалап алдым. Ортасынан балтамен бөліп алдым. Бір жілік ет. Бір жілік ет дегенде кішкене еті бар жілігіміз, сүйегімізді осылайша таза суға салып аламыз. Барлығын қазанға суды құйып, салып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Осылайша жасасаңыздар өте керемет болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Грамын барлығын описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылайша көбіктерін барлығын сүзгіштің көмегімен сүзіп аламыз, барлығын жақсылап. Тазалап сүзіп аламыз. Бұл көбік бір қайнағанда қаны осылай көбік болып шығады. Әрбір еттің осындай көбігін алған абзал. Бұл тағамның пайдасы шаш етектен мол. Тері мен тікандардың қартаюын тежейді. Сонымен қатар сүйектің серпімділігін жақсартады. Осылайша бір қайнатып аламыз да суын төгеміз. Төксек иісі қалмастан барлығын жақсылап жуып аламыз. Осылайша жылы суға барлығын жуып біртіндеп сүзіп алдым мен. Осылай жасасаңыздар өте керемет болады. Иісі да кетеді, әрі шеміршекті қалпына келтіртіп, буын ауруларына арылуға мүмкіндік береді. Өте витаминге толы бай тағам деп айтсақ та болады. Барлығын тазалап жуып алғаннан соң менде бұл жерде турецкий буғазан. Осыған салып 1 сағатта пісіретін боламын. Ал бұлайша қазанға қайнататын болсақ, бұл кем дегенде 5, 6, 7 сағатта піседі. Мен осыны қазір 1 сағатта пісіретін боламын. Осы қазанға суды құямыз да үстіне саламыз. Мен жылы су қолдандым. Осылайша барлығын саламыз да. Атауы қандай көп болса, пайдасы да өте көп. Құрамында коллаген бар екенін білесіз бе? Ал коллаген теріміздің әдемі болуына, әжімнің болмауына, буын ауруларына тікелей жауапты ақуыз түрі. Лизин кальцийдің организмге сіңіп кетуіне және вирусқа қарсы жұмыс жасайды. Глицин мидың жұмысын жақсартады. Өте керемет болып көмектеседі. 4 шай қасық тұзымызды саламыз да, менде нохат. Осылай жібітіп қойған едім. Бір түнге жібітіп, морозильникке қатырып қойған едім. Осындай бір кесе нохатымызды да саламыз. Бұндай нохатты әрбір тағамдарға қолдана берсеңіздер болады. 4 дана лабыр жапырағын салдым. Осылайша бетін жауып буғазанымыздың 1 сағатқа қойып қоямыз газың үстіне. Қайнағанынша күтеміз. Менің 1 сағатым өтіп, тамағым пісті. Осылайша етіп буын шығарып аламыз. Барлық буын шығарып алғаннан соң мені қақпағын да ашып алдым. Менде оты өшіп тұр, соның өзінде бұлқылдап қайнап тұр. Осылайша барлығын алып бір шетке аламыз да сүзіп аламын. Осы кезде етін сүзіп алып, мен бір сәбізді қайнатып салып алдым ішіне. Мінекей достар, менің де тамағым пісті. Осылайша етін барлығын сүзіп аламыз. Біріндеп сүзіп аламыз барлығын. Сүзіп алған еттерімізді сүйектерінен осылайша ажыратамыз. Сүйегімізге дейін пісіп шыққан, соншалықты езіліп пісіп.
Барлығын ажыратып аламыз да майда бөліктерге турап аламыз. Осылайша сүйектерін ажыратып, етімізді бірінші очередте етімізді осылайша кішкентай көбіктеп турап аламыз. Егерде қаласаңыздар, бұдан да кішкене қылып турасаңыздар болады. Мен шамал үлкенде болып турап алдым. Осылайша барлығын турап аламыз. Барлығын сүйегінен ажыратып, турап дайындап алдым. Мен бөдененің жұмыртқасын да алдын ала қайнатып алған едім. Оның да қабығын ашып, бір ыдысқа салып алдым. Және де астындағы ноқаттарымызды да сүзіп алдым. Енді кезекте әсемдеп, гүлдеп кескен сәбіздерімізді бірінші бір шетінен теріп шығамыз ыдысымызға. Ыдысымызға салып болғаннан соң, бір шетіне укропты осылайша сәндеп безендіріп салып қоямыз. Барлығына салып шығамыз осылайша. Укроптарымызды салып болғаннан соң, мына жерде бөдененің жұмыртқасын ортасынан кесіп, оны да бір тегіс қылып теріп шығамыз бір шетіне. Бір шетіне пісіп шыққан ноқаттарымызды да осылайша екі қасықтан салып шығамыз. Барлығына жеткізіп салып шығамыз. Осылайша салып болғаннан соң, енді кезекте етімізді саламыз. Менде туралған ет, бірінші етті саламыз. Одан кейін жаңағы бақайдың сіңірлерін саламыз. Осылайша барлығын бір қатар салып шығамыз да, үстіне сорпамызды құямыз. Міне сіңірлерімізді салып болғаннан соң, суыған сорпамызды үстіне құйып шығамыз. Бір ыдысымызға құйып суытып аламыз да, осылайша кеселерге құйып шығамыз. Мен 5 кесеге дайындадым. Өз отбасыма қарай осылайша 5 кесеге құйып көрдім. Осылайша барлығын құямыз да, суығаннан соң мұздатқышқа қойсаңыздар болады 2 сағатқа. Маған таңғы асқа жеуге керек болғандықтан мен түнде құйып, холодильникке азанға дейін қойдым. Азанда осылайша шайменен іштік. Өте керемет болып шықты. Мінекей достар, менің тамағым дайын болды.